Әр пенденің маңдайына жазылған тағдыры бар. Жалған дүниеде ешкімде мәңгілік емес. Дегенмен қазақтың кейбір дарынды ұлдарының тұла бойындағы талант қуатын толық жұмсай алмай арманда кететіні өкінішті. Қазақтың марғасқа ұлы, арда азамат, Кереку өңірінде ұлттық ойынымыз тоғызқұмалақтың іргетасын қалаушы, спортшы, математик ұстаз Исатай Көкешұлы Қапаев дүниеден ерте озған осындай арыстарымыздың қатарында. Қазақтың Макаренкасы атанған Абзалжан 1940 жылы 26 қаңтарда Алтай өлкесінің Қарасарт ауылында дүниеге келген. Әкесі Көкеш, анасы Ақжан қарапайым шаруадандары. Атадан жалғыз туған Исатай кішкене кезінен зерек бір тоға болып өседі. Мектепті үздік тәмамдап, Семей педагогикалық институтының физика-математика факультетіне оқуға түседі. Оқуын тәмамдаған соң туған ауылының мектебінде еңбек жолын бастайды. Өмірлік жары Күләш Қасымхан қызын да осы жерде кездестіреді. Араларындағы пәк сезім мен сыйластыққа жары дүниеден озғанша қылау түскен емес. Олардың қарым-қатынасын ауыл жұрты үлгі ететін. Апамыздың сандығында өз қолымен кестелеп, Исатайына сыйлаған алғашқы орамалды да сақтаулы. Жүрек салып, мына жерге И деп, астына К деп, жүрек салып, соны сол күн бақытты күнім деп соны айта беретін да. Екеумізді түгелі премьерге қоятын, көз тиіп кеттім деп те қорқамыз. Мектепте менің сабағым біткенше ол тосатын, оның сабағы біткенше мен де математика ол тосатын. Күләш апа мен Исатай Көкешұлының арасындағы сүйіспеншілік пен сыйластықтың тағы бір естелігі осынау сарғайған хаттар. Жары Новосібірде оқуда болғанда өзі сайыстарға сапар шеккенде жазған сағыныш хаттары пәк сезімнің айнасы. Жылдар өтсе де көзінің қарашығындай сақтап келе жатқан сыр сандығы. Сен хатыңда сағындың ба деп сұрапсың. Сағынғанда қандай? Әттең тек жағдай келмей тұр. Әйтпесе аздап бір-екі күнге болсын барып келер едім. Сүйем сені Күләтай. Сау бол, оқуыңды жақсылап оқы. Сәлеммен Исатайың. Жұбайлардың тұңғышы Арман Қарасартта дүниеге келеді. Кейін жас отбасы Успен ауданның Маяк ауылына қоныс аударып, туған жерге табан тірейді. Қаратай орта мектебінде жары Күләш екеуі мұғалім болып қызмет атқарады. Дүниеге шекесі торсықтай 3 жыл келеді. Исатай Көкешұлының қарапайым, кішіпейіл мінезі, кәсіби шеберлігі мен жан-жақтылығын білген адамдар аңыз ғып айтады. Исатай Көкешұлының бір жақсы қасиеті өте жұмсақ болатын мінезі. Енді бастық болғанның өзінде де сондай дипломаттық дәрежеде біраз уақыт енді зам директор болып, директордың орынбасары болып қызмет атқарды. Енді ол кезде қақаңдаған болатын адамдар, себебі күнді-күндік сабақтың жоспарын талап ететін директор. Зам директорлар солай. Ал енді қағаз жұмысына тексеріп, ана жұрттың барлығының әлгі оны-мұнысын тоқысын шығарудыға, ол кісі сол адамгершілік жағынан ылғи қымсынып, сондай интеллигентті адам болатын, жоғары сондай азаматтық өте жоғары болатын. Сол кісі бір ерекше адам. Кейбір адамдар мен білем, былай кеудесін қағып, өзін жоғары ұстап, сондай Исатайда ондай жоқ. Бұл өте жуас. Бірақ білімі зор, сабақты күшті береді, балалар соғына жүгіріп жүреді. Сондай сыйлайды, керемет сыйлы болды. Онымен бір оғым жалғыз математика емес, Исатай мынау балаларды жаңағы боксқа, спортқа тәбілді, шахматы тәбілді. Енді Исатайды мен бөлімді ол 8 қырлы, 1 сырлы қазақтың азаматы десем, артық айтпас едім. Өйткені жаңа айтым, спорттан болса да, шахматтан болса да, математикадан болса да, мынау музыкадан болса да, ән жазатын, сонда бір ерекше адам еді. Ол біреуге бір сөз қарсы айтпайтын. Сен жамансың, сен жақсың, бір тек күлетті тұратын. Бір бойына осылайша бірнеше өнер дарыған азамат өз ізденісінің арқасында тоғызқұмалақ ойынын үйренеді. Облыста алғаш болып тоғызқұмалақты жарыққа шығарып, шәкірттер дайындап, ұлттық ойынның іргетасын қалайды. Өзі қыз тастарды жуғыза береді, бір көк тастарды алып кепіске. Чоңдар, бәріміз жуамыз. Сосын өзі бір доска істеп алады. Әлігін ішіне салады да 9-9-дан қояды. Бізді чу кептіреміз, жуамыз. Ол немеге керек, тоғызқұмалақ. Ол ана баяғыда қойның құмалағымен ойнаған үлкен кісілер. Ол тас қазын езіп, өзі жасады.
1975 жылы Исатай Көкешұлы Лебяжі ауданының Қарағалы ауылында арнайы шақыртумен қызмет ауыстырады. Кемел білімді шәкірттер тәрбиелеуге зор еңбек сіңіреді. Жаны таза, дархан мінезді азаматтың бар ойы білім мен өнерде болған, дүние мен атақты қажет етпеген тақуа жан. Спортқа берген, анау ғитек мал не жағына ұстайым, мал ұстайым, ондай жағына хабар жоқ. Мен қалам, сол балаларын квочка сияқты ерте бағатта жөнеледі, кетеді, кісі шақырғанда кешек келеді. Уже біз бастап қоямыз, қонақтар омыртқа. Екі баланың партиясы күшті болды. Ой, оны қиюға болмайды деп, сол келеді. Жұрттың бәрі біліп алған, екінші Макаренко дейді. Мынаны тоқып берген. Далаға желге жұмыс істеу керек. Сосын барып ол анау пух шығады, түбіт. Ангор ұстаймыз ол кезде. Ангор, ешкі, құс бәрін ұстаймын. Сосын ана кісі көрші айтыпты, Есекең не қылып тұрсың депті. Күлекең айтты, мына жерде желде тұрсаң, лом ұстап алған дейді немен. Күлекең айтты, мынаның пух шығу үшін желде көп тұру керек деген. Сол тұр дейді. Арғы жұмыс істеген кісі лом ұстап тұр дейді. Көршілердің бәрі шегі қатып күледі. Сосын жарысқа барып, жарысқа барғанда айтам, бір импорт деп, бір костюмшалар кешті. Ақшасы жоқ келеді. Ақшаң қайда? Ойбай-ау, ана бір баланың шорты ұмыт кетті, ана бала тәпішкесін ұмыт кетті, ана бала бірдемесін апарған балалардың бәрі бірдеме әпереді да, ақшасы тақпайды, ақша жоқ. Бұл кісінің енді бір қасиеті қолы қысқа кісілерге көмектеседі. Ол математический заводшы мектептерде балаларды сонда оқытып, дипломын алып беріп отырды, бір диплом. Сосын институтқа дайындайды дейді. Ұстаз еңбегі зая кеткен жоқ. Соңынан талай талантты шәкірттер ерді. Көп баланың бағын ашты. Солардың бірі математика ғылымдарының докторы профессор Бақтияр Найманов. Жарты ғасыр бойы Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтында еңбек етіп келе жатқан ұстаздың өміріне бағыт беріп, оқуға түсуіне ықпал еткен бапкері Исатай Көкешұлы. Өз қолмен жетектеп әкеліп оқуға түсірген шәкіртінің жетістіктеріне олар қашан төбесі көкке жеткенде қуанатын. Институт мұғалімдері бұл кісіден есеп дұрыс шығардың ба, дұрыс шығармайдың деп сұрайды мен келіп. Өйткені бұл кісінің есепті өте керемет шығарады. Мен ойлаймын, бұл кісі енді кішкене өмірден ерте озып кетті. Әттеген-ай. Әйтпесе бұл ғылым кандидаты әсіресе әдістеме жағына, қазір айтып отыр ғой, кеше министрдің есінде бәрінде әдістеме жағына бұл өте керемет. Өзі математика жақсы біледі. Сондықтан ойлаймын, бұл ғылым кандидаты болуға лайықты бұл кісілерді. Сондықтан өзі қарапайым. Ешқасы сөйлемейді өсінде. Бірақ ақылмен соның бәрін ескітеді. Бірақ оның оқушылары өте жақсы көрді. Мына қазіргінде қалада көп оқушылары бар. Оқысы мәлім ұстайды. Сол кісінің класс жетекшілері болды оқушылардың бәрінде де. Сондықтан жетеміз енді үлкен алтын адам болды десек, ол дәл айтқан. Махаббаттың шуағына бөленіп, бақыттың дәмін татқызған тәтті күндердің артында мұңлы сәттердің келе жатқаннан олар мүлдем бейхабар болатын. Қамал алар жасқа келген шағында Исатай Көкешұлы ауыр науқасқа ұшырайды. Ота жасалады. Алайда рухы мықты азамат соңына дейін берілмей күреседі. Өмірінің соңына дейін шәкірттерін әртүрлі жарыстарға алып барып жүреді. Операциядан кейін мен әкелді. Стомпиянев бар ғой. Лебяжде отыр екен. Аппаратын кісі бар ма деп звондады. Жоқ деді. Балалары отыр, аппаратын сопровождение кісі жоқ. Жоқ, кеттік. Мен кеттік. Ойбай, мен қорқам енді құлақ қалмайды операциядан кейін. Жоқ, балаларды тұрдық. Сол сараймен өтіп жатыр. Біз екінші этажында, мынау астында әлгі балаларды ойнатып, неткен кезде бір заманда жеңіліп қалды, бір баласы. Сосын мен ойбай, немен жеңілдім деп аналарға айғайлап нетемін де, ойбай. Жоқ, үндеме. Бір лимонадпен бульшик алып кіріп берді. Молодец, сен екінші партия жеңесің. Оказывается, метод сол екен, мен түсінбеймін ғой. Әй, неге жеңіліп қалдың? Сонда сен бала ғой айтпа деді. Ол баланың өзі несі қайтып тұр, келесі партияға дайындап, мақтап, ой күшті боласын десең, сонда бала жеңеді деп мен үйретіп жатыр. Келесі партиядағы баласы жеңеді. Айттым ғой мен саған, молодец, жаңа айттым ғой сен жеңесің деп, әлгі балалар кішкентай баланы алдап, соны алып келдік, орын алып. Исатай Көкешұлы орыс, неміс, украин, поляк тілдерін меңгерген полиглот. Домбыра мен гитара, күйсандық пен флейта, керней мен балалайкада шебер ойнаған бес аспап дарынды тұлға. Өкініштісі, 40-тан енді асқан қыршын жасында өмірмен қоштасады. Қайтайын деп отыр, арақ, әйтеуір өлем, ничего, зато сенің алдында кетем, арманым жоқ деп айтты. Мен өкінбеймін деді. Сенің артында қалсам естушем деп өзінше.
Мен енді мына жерде қайнапты, сосын айтты, шығыңдар түгел деді. Балаларды алып шықты. Дастан домбырада ойнайды, Арман гитарада ойнайды, мен ән айтам. Түгеліміз есіктің алашақ концерт қойдық. Қалашақ орысша еді. Последний раз өзінше осы арманым орындалмай кетті деді. Осы бір шіркін осындай семейне бір не жасайын деп едім. Деп, давай, екі голоста, Клюка, давай. Сен бірінші, екінші, мен бірінші голоста, давай деді. Сол бір ақырға деді. Жұрттың бәрі забордан қарайды, көршілер бәрі қарайды. Сосын енді оны айтпайық, бүйтпейік деп айтуға нетеп, енді көңіліне келіп қалама деп. Сондай бір арманы, енді түптің түбінде ойлаймын, мына немерелердің бәрін басын қойып, бір концерт шіркін сөйтсеңдер, атаңның арманда кетті. Рас кетті, қимай кетті өмірді. Өмір сүргім кетті, еще мен айтып қойды, енді бір 5 жыл болса Күләка, шіркін-ай, енді бір 5 жыл болса деп осы тура. Ана балалары бітіруші еді ой оқуды, баянанда тұруші едім, мұнда жүрші едім мен. Осы за болып маған, енді 5 жыл шіркін, енді 5 жыл деп солай өтті. Арда Азамат Исатай Көкешұлы ақындай еді. Өмір мен өлім арасында жатып жазған жан толғаныстары кеудесінде жүрегі бар адамның жанын тебірентпей, көзіне жас үйірмей қоймайды. Аман бол артта қалған 4 қолының, бәріңде бір-бір үйдің иесісің. Әр уақытта тату тәтті болыңдар тек, айнала көрген жұрттар таңдай қақсын. Тағдыр, сен көрсеттің ғой мазағыңды, бір басқа үйіп төгіп азабыңды, сонда да берілмесен құрыштай бол, түбінде сабырлылық бір озады. Тумақ бар болса егер, өлмек те бар, ажалдан тура келген кім құтылар? Өтсем де өкінбеймін бұл өмірден, еске алып жүрсе болды дос жарандар. Жарынан айырылып қара жамылған Күләш Қасымхан қызы тағдыр теперішіне қасқайып қарсы тұруға күш тапты. 39 жасар келіншек ауыр соққыдан есеңгіреп қалса да есін тез жиды. Өйткені оның артында 4 шараға ұлдары бар еді. Бар арман мен тілегі балаларының жолында. Тағдырдың маңдайға жазған талай қиындығын қасқая көтеріп, жарының атына кір келтірмей мақсатына да жетті. Жарынан айырылып жапан далада жалғыз қалғандай болған азалы күндері жанынан табылып, көңілін аулаған, қол ұшын берген ағайындары да баршылық. Бұл күні 4 ұлы 4 шаңырақтың иесі, әкесінің жалғастырушылары. Дастан өңірдегі тоғызқұмалақ спортының дамуына айтарлықтай үлес қосып, көптеген шәкірт тәрбиелеп жүрген беделі мен абыройы асқақ кәсіби маман. Бүгінде дүниежүзілік тоғызқұмалақ қауымдастығының вице-президенті, тоғызқұмалақ пен шахматтан мемлекеттік жаттықтырушы, Арыстан болса облыстың аға жаттықтырушысы. Екеуі де Қазақстанның еңбек сіңірген бапкерлері. Арман дін жолында, кенжесі Саян жеке кәсіппен айналысады. Келіні Толқын өңірге танымал актриса, Қазақстанның мәдениет қайраткері. Немерелері де таланттан кенде емес. Еңлік өнер академиясында оқуда. Әлихан мен Толқында аталары тәрізді сыбызғы мен кернеде ойнайды. Арнайы музыкалық мектептің шәкірттері. Ал Күләш Қасымхан қызы болса, балалар мен немерелерінің тілеуін тілеген жылуы мол шаңырақтың берекесі мен тірегі. Жасы 70 алқымдаса да 10 саусағынан өнер тамған шебер әлі де еңбек етуде. Өнердің қара шаңырағы Жүсіпбек Аймауытов атындағы облыстық драма театрында қызмет етеді. Қойылатын спектакльдердің киімдері, көрпе, жастық, түрлі әшекейлер мен ұлттық нақыштағы ою-өрнектің барлығы осы кісінің қолынан шығады. Күләш апа өзінің 4 ұлының ғана емес, ел анасы дәрежесіне жеткен қазақтың дана аруларының жарқын үлгісі. Ұлтын шексіз сүйген Азамат Исатай Қапаев атқарғанын айтып жар салмай еліне үнсіз қызмет етті. Өмірде мысал өлең секілді, ұзақтығымен емес, мазмұнымен өлшенеді дейді батыс ойшылдарының бірі. Исатай ағамыздың өмірде ағып түскен жұлдыздай жарқын, ғибратқа толы сәулелі ғұмыр.